4 қазан халықаралық қарттар күніне орай сізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Жастарға айтарым тек қана міне жаңағы өздерінің үлкенге жаңағы сыйластықпен қарап, мынандай мына көшеде, например, көп болатын баяғы арақ ішіп әр жерде құлап жатады. Қазір байқайсыздар ма? Мастар жоқ көшеде, бұрынғыдай емес. Анда-санда бір көрініп қалады. Жастарға айтатын, мен тек қана оқу керек, білім алу керек, ата-анасын сыйлау керек. Ең главное сол, бұзықтық жасамай, қылмысқа бармай, тек қана өзінің абыройын көтеріп, сол Қазақстан Республикасының жаңағы несі дейміз ғой, азаматы ретінде өсіп өне беруіне тілектеспіз.